Қазақстан 2050 стратегиясының еліміздің дамуындағы рөлі қандай? Қазақстан 2050 стратегиясының 7 саяси бағыты қандай? Қазақстан 2050 стратегиясында көзделген мақсат қандай? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Елбасының Қазақстан 2030 ұзақ мерзімді стратегиясының негізгі жоспарланған жобалары межеленген мерзімінен бұрын іске асып, ендігі кезекте елдің дамуын бағдарлап, жолын айқындайтын ұзақ мерзімді стратегияның қажеттілігі туындады. Қазақстан 2050 стратегиясының еліміздің дамуындағы рөлі қандай? Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2012 жылы 14 желтоқсанда Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа бағыты атты жаңа жолдауын халыққа таныстырды. Еліміз тәуелсіздіктің 20 жылы ішінде ел іргесі мықты қаланып, баянды ғұмыр кешіп, дамыған 50 елдің бірі болады деген саяси тұжырымы орындалып, мемлекет басшысы бұл жолдауда дамыған 30 елдің санатына қосылу міндетін қойды. Қазақстан 2050 стратегиясының 7 саяси бағыты қандай? Бірінші, жаңа бағыттың экономикалық саясаты пайда алу, инвестициялар мен бәсекеге қабілеттіліктен қайтарым алу принципіне негізделген түгел қамтитын экономикалық прагматизм. Екінші, ұлттық экономикамыздың жетекші күші кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау. Үшінші, әлеуметтік саясаттың жаңа принциптері, әлеуметтік кепілдіктер мен жеке жауапкершілік. Төртінші, білім мен кәсіби машық, заманауи білім беру, кадрларды даярлау мен қайта даярлау жүйесінің негізгі бағдарлары. Бесінші, мемлекеттілікті одан әрі нығайту және қазақстандық демократияны дамыту. Алтыншы, дәйекті де болжамды сыртқы саясат, ұлттық мүдделерді ілгерілету мен өңірлік және жаһандық қауіпсіздікті нығайту. Жетінші, жаңа қазақстандық патриотизм, біздің көп ұлтты және көп конфессиялы қоғам табысының негізі. Қазақстан 2050 стратегиясында көзделген мақсат қандай? Елбасы жолдауда өркендеген экономикасы, берекелі қоғамы, бақытты да кемел болашағы бар мәңгілік ел болуды басты мақсат етіп қойды. Сонымен бірге Қазақстанды дамыған 30 елдің қатарына қосу міндетін қойды. Қазақстан 2050 мәңгілік елге бастайтын ең абыройлы, ең мәртебелі жол. Осы жолдан айнымайық деді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Президенттің бұл жолдауы тәуелсіз еліміздің негізгі басым бағыттарын нақтылап, бүкіл қазақстандықтар үшін тың серпіліс әкелген игі бастама болды. Қазақстан атты егеменді еліміз дамушы мемлекеттер арасында биік шыңдарды бағындыру үшін бәсекелестіктің қатаң сындарына төтеп беріп, сүрінбей өтетініне сенімдіміз.